Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай пирожная картошка, яғни сладкая картошка деп аталатын тәтті жасайтын боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз печенье, ерітілген сары май, варенка және де какао қажет болады. Ең алдымен бізге печеньемізді барлығын блендерімізден жақсылап өткізіп аламыз. Яғни бізде осындай крошка пайда болады. Оған сары майымызды қосып, одан кейін какао, варенкамыздың барлығын қосып, жақсылап, яғни қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Қасығымызбен араластырып болғаннан кейін осылай қолымызбен араластыруға кірісетін боламыз. Яғни барлығы жақсылап араласуы қажет. Қолымызды сұйық майымызбен кішкене майлап алып, керек мөлшерде алып, картошкамызды жасауға кірісетін боламыз. Яғни көлемін өз қалауларыңыз бойынша жасай берулеріңізге болады. Яғни мен барлығы бірдей болып шығу үшін осылай, яғни екі саусақтың ортасына қысып, осындай формада, яғни бірдей қылып жасап шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша көлемін өзгерте берулеріңізге болады. Дайын болғаннан кейін осылай бетіне барлық жеріне какао сеуіп шықтым. Какаоларыңыз яғни тәтті болуы қажет, сол кезде жеген кезде ашты дәмі білінбейтін болады. Міне біздің пирожная картошкамыз, яғни сладкая картошка деп аталатын тәттіміз дайын болды. Дәмі өте ерекше, басқа тәттілерге ұқсамайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.